Қайырлы қадірлі көрермен, Қазмедиа орталығының екінші қабатында орналасқан мына қабырғаға қарап, ұлттың үніне айналған ұлттық арнаның арғы бергі тарихын бағамдауға болады. Жарты ғасырдан астам уақыт ішінде көгілдір экран арқылы көрерменге қаншама бағдарлама жол тартты. Солардың қатарында 26 жылдық тарихы бар Таңшолпан бағдарламасы да бар. Бүгін аталмыш бағдарламаның алғаш эфирге шыққан күні. Осыған орай Таңшолпан бағдарламасының кешегісі мен бүгініне шолу жасап көрмекшіміз. Қазақ телевизиясында ширек ғасырдан астам тарихы бар тұңғыш таңғы бағдарлама 1992 жылдың 14 желтоқсанында эфирге шыққан еді. Аптабасы дүйсенбіде дүйім жұртқа жол тартқан жоба негізін қазақтың заңғар жазушысы, кәсіби журналист Шерхан Мұртаза қалады. Араға апта салмай Шерағаң Таңшолпан деп атау беріп, ұзақтығын 2 сағат, яғни 7 мен 9 аралығына белгілейді. Сөйтіп, алғашқы хабардың тізгінін Лаура Юсупжанова мен Иманбай Жұбайға табыстайды. Әр таңда көрерменге тың ақпарат ұсынып, танымдық материалдар әзірлеп келе жатқан бағдарлама түрлі кезеңдерде өз атауын өзгертіп отырды. Тек 2009 жылдан бастап қана Таңшолпан атауы қайта берілді. Яғни 1999 жылы Арай ТВ, 2000 жылы Шапағат, 2002 жылы Жаңа күн, 2003 жылы Оян қазақ, 2004 жылы Таң сәрі, 2006 жылы Қайырлы таң, 2008 жылы Ассалаумағалейкум деп аталды. 2009-дан бастап қазірге дейін Таңшолпан бағдарламасы мінекей былай айтқан кезде бір ғана толқын көзін өткізіп келе жатыр. Соған қараған кезде көрерменнің алдында Таңшолпан бағдарламасы әлі де солаймен осы былай айтқан кезде күз айым ретінде келе жатқаны рас. Сондықтан мен жалпы шығарушылық топқа, оның басшылығына үлкен рахметін айтқым келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Әрбір атқан ақ таңды ерекше ыждағаттылықпен, зор сеніммен, үкілі үмітпен қарсы алып, жаратқаннан жаңа күннің жақсылық сыйлауын сұраған қадірлі алаш жұрты. Таңшолпан қазіргі қазақ журналистикасындағы өміршең жобалардың бірі. Оның тұрақты эфирге шығып, өз аудиториясын қалыптастыруына бағдарламаның алғашқы шығармашылық тобы көп еңбек сіңірді. Өкінішке қарай, кейбір аға буын әріптестеріміз қазір арамызда жоқ. Десе де, ардагер аға-апаларымыздан қалған мол мұра бүгінгі ұрпақтың игілігіне жарай бермек. Ал енді күні бүгінге дейін үлкен ұжымның жұмыс істеп келе жатқан және халықтың таңертең тұрысымен қарайтын өте бір сүйкімді бағдарлама бар. Ол мінекей қазір Таңшолпан деп аталады. Мінекей бүгін оның туған күні тойланып отыр. Қаншама жылдар өтті. Міне осының өзінде біздің халқымыздың, мемлекетіміздің шежіресі осы бағдарламада да жасалып жатыр. Айтарым, бұл бағдарлама әлі де ұзақ жасай берсін. Халқымыздың жыл сайынғы, күн сайынғы барлық шежіресін біз осы көгілдір экран арқылы сіздердің бағдарламаларыңыздан да көретін болайық. Жолдарыңыз болсын. Бірінші, екінші камера дайындаламыз. Тікелей қосылым, мотор. 2012 жылдан бастап бағдарламаның жаңа дәуірі басталды деуге болады. Яғни Таңшолпан енді өз көрсетілімін Астанадағы Қазмедиа орталығынан тарата бастады. Соған орай бағдарламаның дизайны да өзгеріп, кадрлар құрамы да жаңашыл жастармен жасақталды. Ел ішіндегі мәдени, рухани жаңалықтардан бөлек, қоғамдық саяси тақырыпта ақпарат тарататын хабар көрермендерді күн санап артып келеді. Таңмен таласа тұрып, тікелей эфирде ой қосып, пікір білдіретін жандарда аз емес. Қайырлы таң қазақ елі. Арайлап өткен таңдарыңыз нұрлы болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеп өткен Қазалыдан Қадырбек. Ең бастысы, Таңшолпан бағдарламасы осы жылдар ішінде мықты кәсіби ұстахана болды деуге толық негіз бар. Оған себеп көптеген жас тілші тікелей эфирдің табиғатын түсініп, мол тәжірибе жинады. Бүгінде олар еліміздің түрлі бұқаралық ақпарат құралдарында жемісті еңбек етуде. Көрерменнің көзайымын айналған бағдарлама күн санап жаңа бастамаларға жол аша бермек.